31 қаңтарда Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің алқа отырысында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов магистратура мен докторантураға түсушілерге байланысты мәлімдеме жасады. Фактчек KZ министр айтқан мәлімдемені тексеріп көрді. Қазақстан Республикасының білім және ғылым вице-министрі Асхат Аймағамбетов биыл магистрлерге арналған бірнеше мың орын игерілмей қалып, оның ақшасын бюджетке кері қайтардық. Айта кетейін, бұған дейінгі жылдары бірде-бір орын бос қалмай барлығы игерілетін еді, деді. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2019-2020 жылға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы жайлы бұйрығына сәйкес магистранттарға 12.984 грант, докторанттарға 2.312 грант бөлінген. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің мәліметінше магистратураға 9.980, докторантураға 1564 талапкер грантқа қабылданған. Яғни, министр айтқандай бөлінген грант игерілмей қалған. Бізде де докторантураға түсу үшін ағылшын тілін ұлттық тест орталығында тапсырған еді. Осыдан кейін біз де халықаралық сертификат IELTS, TOEFL талап ететін болдық. Біз талап еткен интермедиат деңгейі де аса жоғары емес еді. Алайда көп адамның оқуға түсе алмағанын көрдік. Сондықтан бұл саясатты біз әрі қарай да жалғастыратын боламыз. Статистика комитетінің дерегінше 2018 жылы оқуға қабылданған докторанттар саны 2766, ал 2019 жылы 1775. Алдыңғы жылға қарағанда кемігенін көре аламыз. Биылғы оқу жолына түсуші докторанттарға бөлінген 537 грант игерілмей қалған. Магистратура мен докторантураға оқуға түсу ережесі өзгертілуіне қатысты ақпаратты Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов алғаш рет Facebook парақшасында хабарлады.